Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоларым ұнап жатса, комментарий, лайк басып тіркеле отырыңыздар. Бүгін қарапайым қиярдың күнделікті пайдасы туралы айтатын боламын. Ауыр жұмыс күннен шаршап келдіңіз бе? Кофені қоя тұрыңыз. Тоңазытқыштан бір балғын қиярды тазалап, жеп көріңіз. Құрамындағы В дәрумендері топтамасы көмірсутектер сізді бірнеше сағатқа энергиямен қамтамасыз етеді. Кішкене әжім мен целлюлитке қарсы қымбат кремдерді алудың қажеті жоқ. Қиярдың бір тілімі мен теріңізді сүртуді әдетке айналдырсаңыз, келешекте бұл сіз үшін қиын мәселе болмайды. Қияр құрамындағы фитохимиялық заттар теріні берік қылып, целлюлит пен әжімдерден сақтап қалады. Қиярдың құрамында күнделікті қажетті болған көптеген витаминдер бар. Бұлар В1, В2, В3, В5 және В6 С витаминдері, фолий қышқылы, кальций, темір, магний, фосфор, калий және мырыш бар. Қияр әр дастарханның сәнін келтіретін көкөніс. Қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Терінің күйген немесе зақымдалған жерін қиярды қою арқылы емдеуге болады. Косметика саласында да үлкен орын алады. Қияр көптеген теріні ағартатын кремдердің құрамында бар. Сонымен қатар қиярды табиғи күйінде немесе тұздап тағамдарға пайдаланады. Қиярдың пайдалары ағзадағы улы керексіз заттарды шығарады. Артық салмақтан арылуға көмектеседі. Өйткені оның құрамындағы ағзадағы көмірсуларды майға айналдыруға жол бермейтін тартронды қышқыл бар. Шаршағанды басады. Шаршағаныңызды тез арада басу үшін бір қияр жеу кофеден, шайдан немесе сусыннан жақсырақ. Көптеген аурулардың алдын алады. Қияр қатерлі ісік дертінің пайда болу қаупін төмендетеді. Сонымен қатар қанның құрамындағы холестерин деңгейі мен қан қысымының бір қалыпты болуын реттейді. Қияр шырыны ұйқы безінің инсулин бөліп отыруына көмектесетін гормоннан тұрады. Сондықтан да бұл көкөніс сусамыр мен яғни диабетик қиналатындар үшін таптырмас дәрумен. Ауыздағы жаман иісті кетіруге болады. Ол үшін бір тілім таңдайдың арасына 30 секунд қиярдың тілімдерін қоямыз. Бас ауруынан құтылуға болады. Ол үшін бірнеше тілім желінеді. Шиеленіс пен қалжырағандықты кетіруге болады. Ол үшін қайнаған судың ішіне бір қиярды жіңішке тілімдермен кесіп салып бөлмеге қойылады. Аяқ киім кремі бітіп қалса, аяқ киімді кесілген қиярмен сүртуге де болады. Шұңғылша раковина мен айналарды тазалау үшін бір тіліммен ысқылауға болады. Құрт құмырсқаға қарсы бірнеше тілімді алюминді табаққа немесе қабыршақ қағаз, яғни фольга немесе топыраққа қою керек. Қияр диетасымен арықтау еш қиындық тудырмайды. Әрі денсаулыққа өте пайдалы. Қияр ағзадағы зат алмасуды реттеп, ішектерді тазалап, теріні нәрлендіреді. Қиярдың құрамында калория аз болады, сондықтан ол майлы тағамдардың ағзаға 2-3 сағатта сіңіп кетуіне мүмкіндік жасайды. Сонымен қатар көкөністің бұл түрі белгілі мөлшерде ағзаға қажетті дәрумендерді береді. Қияр жеп арықтауды қолға алған адам 3 күннен соң артық салмақтан арыла бастағанын байқайды. Жылдам салмақ жоғалту үшін қияр диетасы тиімді болып табылады. Соның бірі қияр кефир диетасы. Қияр кефир диетасында әл-ауқат ешқашан нашарламайды және азық-түліктің аз калориясына қарамастан аштық сізді бақыламайды. Өйткені аэфиздің құрамында жүйке жүйесін тыныштандыратын және зат алмасу процестерін реттейтін көптеген В дәрумендері бар. Кефирден үлкен пайдасы ас қорыту жолын шлактардан тазартады және ағзаның токсиндерін жууға болады. Сондай-ақ керемет сүт өнімдері құрғақ теріні, тұрақты шаршауды, ұйқысыздықты және тіпті қан кетулерді кетіреді. Бірақ есте сақтаңыз, айранның теріс пайдалануы асқазанның қабынуына әкеледі. Достар, бүгінге осымен қияр туралы видео ұнап жатса, лайк, комментария жазып тіркеле отырыңыздар. Қолдауларыңызға рахмет.